барлық қазақстандықтарды рәміздер күні мерекесімен құттықтаймыз. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Бұл рәміздер біздің мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі. Көк туымыз желбірей берсін. Там высоко парит орел, восходит солнце, золотое, но птица будто орел. До боли мне знакома эта идея сквозь кругов. Осталось лишь добавить Богу национальный наш узор, герб и флаг наш гордый. Народу государством дан, пусть всегда хранит свободу, суверенный наш Казахстан. Бәріңізді Қазақстан мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын. Бүкіл халықтық сипатқа ие болған бұл мереке барлығымызды біріктіре түседі. Ұлттық сананы қалыптастырады, патриоттық сезімді оятады. Біздің ұлттық туымыз бүгінде Біріккен ұлттар ұйымы штаб-пәтерінің үстінде желбіреп тұр. Біздің әнұранымыз Олимпиада және де басқа халықтық жарыстарда әнұранымыз шырқалады. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Біздің мемлекеттік рәміздер халқымыздың тарихы мен тағдырын ұлы мақсаттарға ұмтылысын білдіреді. Нұраны елімнің шақырады бірлікке, егеменді халқының болашағы бірлікте. Жақсы жауапты баса сал екі жақтан. Көк аспандай көкпеңбек Қазақстан жалауы, көк емес ол тектен тек елдің ашық қабағы. Айнымайды аспаннан біздің тудың бояуы, оны халық қашанда биікке. Маған керегі, көк тудың желбірегені. Рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Туымыз биікте желбіреп, әнұранымыз шырқала берсін. Алға Қазақстан! Ассалаумағалейкум баршаңызда. Рәміздер күні құтты болсын. 1992 жылдың 4 маусым күні ел тарихындағы ерекше мәртебелі күн. Туымыздың авторы Шәкен Ниязбек, басқаға ұқсамайтын шаңырақ шынайы шын дара елтаңбамыз. Авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шот Аман Уәлиханов. Әнұранымыздың әсем мен әдемі мәтіні дүние есігін ашты. Олар тәуелсіз еліміздің атын әлем алдында сөйлейтін тарихында тұңғыш ресми белгілерге айналды. Біз қажымқандықтар көк байрағымызды көкке көтеруге Сенің мөлдірегенің көк тудың